Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен біз осындай қатпарлы самса жасаймыз. Өте дәмді қатырлақ болады. Міне, бірінші біз суымызды құйып аламыз. Оның үстінен кішкене тұзымызды салып аламыз, жарты қасықтай. Оны араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Болған соң пакетке салып 20 минутқа қойып қоямыз. Ал бұл уақытта пиязымызды турап қуыратын боламыз. Бұл начинкасына. Кейбір адамдар қуырады, кейбіреулер қуырмайды. Мен өзім қуырып жасаймын, себебі фарш піспеген сияқты болып тұрады. Сондықтан пияз бен фаршымды осылай қуырып аламын. Пиязымызды кішкене бетін жауып, тушица етіп, солай қойып қоямыз. Ал болғаннан кейін үстіне фаршымызды саламыз, жақсылап араластырып қуырамыз. Ал фаршымыз қуырылды, оған тұзымызды саламыз. Енді перец саламыз, дәмін беруге. Одан соң куркума түсін береді. Кішкене зира қосамыз. И жақсылап араластырамыз. Уже дайын. Ал енді қамырымызды жайып аламыз. Мен осылай екі бөлікке бөлдім. Болғаннан соң үстіне осылай майды жағамыз. Сары май мен жайлауды алдым. Оның үстіне екінші қабатын қоямыз. Оғанда майымызды жағып осылай орап аламыз. Орап болғаннан соң кесеміз. Кесіп, кішкене үстінен осылай басып қоясыздар да, кішкене бір 10 минутқа морозильникке немесе холодильникке саласыздар. Оны осылай жайып, бәріне бөліп, начинкамызды салып аламыз, және де түйетін боламыз. Негізі самсаның ең оңай түрі, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлық самсамызды түйіп болғасын, үстіне жұмыртқамызды жағып, осылай бетіне күнжіт себеміз. 180 градусқа қойып пісіресіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.